sen Bolalmaysın ülken kısım Жігіттің елге жағар икемдісін Секілді қотыр ешқабы кейбір бұзық кеп тұрар көрінгенге сүйкенігісі Адамның әділ жолы ардақтысың Сабырлы терең ойлы салмақтысың Қадірлеп сол адамда о ел сыйлайды зияны тимеген соңы үлкен кіші Кіріңіз. Сәлеметсіз, бұл мен кеше қылмыс жайында мәлімет жинап келіп едім. Жас жігіттердің қылмыс жайындағы ма? Иә. Кіріңіз, отырыңыз, айта беріңіз, құлағым сізде. Орынбековтер отбасында Данияр мен Мадияр есімді екі ұл бар екен. Аналары осыдан 5 жыл бұрын жол апатынан қаза болыпты. Әкесі ұрлықпен айналысқан екен. Әкесінің бұл қылығын балалары білмейтін. Бір күні Данияр мен Мадияр шөп шауып отырады. Мадияр Даниярға каналға суға түсейік деп ұсыныс жасапты. Даниярдың аяғы тартпаса да інісінің көңілі үшін келісіпті. Данияр мен Мадияр сол каналға барғанда күн ыстық болғанмен дала желді екен. Иә, желді екен. Сен де болмадың ғой желді күнде каналға сен. Барамыз да қайтамыз ғой. Жарықтар. Соткандағы сотқа бір өлең осы қойшы сотқа. Қайсы өлең? Янөрі жасаншы. На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Кәне, Рома, секір! Жарайды. Молодец! Араға жатқан. Опа! Классик, тамашасынай. Джамбо! Бәкір суға түсейсіз. Түсе келеді. Жігіттер, мазам болмай жатыр. Ана жерде екі жігіт келатыр. Не алса, соткысы болса көрікті. Данияр, нерді жігіттер көп екен. Қайтесін шоңлайықта қайтайық жарай ма? Өзі де сол ғой. Кеттік. Ал кеттік жүр. Мыналар жоты еркелеп тұр. Бәдеке.
балық сияқты жүзе бермей сыртқа да шықсай. Шықсай давай. Мә жігіттер, су әдемі екен. Мына екен көрді. Хоп. Айба аяғым. Шыт. Аня, тағы да тасыса көрейікті. Кән алға артық тасышкен. Данияр. Аш. Не болып қалды Мадияр? Не жаңалық? Кел отсай. Данияр, ана жігіттер қылыш бізге бағанадан бері жаман қарап отыр. Байқап отырсың ба? Иә, Ертең тез қайтып кетеміз ойын. Жүрегім біртүрлі болып тұр. жарат Сен қайтсақ. сезіп тұрған сияқтымын да. Бізге тиісетін сияқты болып тұр. Жарат қайтсақ тек кет. Бәле бассаң, табан астына демекші. Рома, қарасаң оларға, кетіп баратыр ғой. Нален кетіп барады. Не алайын дегенде, барсай, сотка потка болса бір текесін сындырып тартып алғаны. Барсай. Досты бір минутқа бергеш. Мен ба? А? Мен ба? Сен деді ғой. Сен айтып тұрмын ғой. Мен айтып. Қаспай тұр. Саламағалейкум. А? Уағалейкум салам десей күнә болады ғой. А? Есім кім болады? Данияр? Жүрсе былай қарай тартып. Әңгімелесейік. Қай жылғы боласың? 91? Араласасың ба? Жоқ, ондай. Қақта тұрасың? Мына ауылда тұрамыз ғой. Қай ауыл? Міне мынада. Мен де осы ауылда тұрамын ғой, қалай мен сені танымаймын? Дос былай ғой, біз ай сайын үй ауыстырып тұрамыз. Бауырым, қалай жылдай? Қалай? Есің кім болды? Данияр? Не шуға ластап тұрсың, а? Қақта тұрасың? Осы ауылда тұрамыз ғой. Мен де осы ауылда тұрамын ғой, қалай сені танымаймыз? Және айтып кеттім. Рома, бара берші, налаған танымаған көрсей. Бара берші. Бауырым, бағана істеген сәлтөлерің бәрі нормально, дарынды, талантты жігіт екенсің да. Атак менде ағам бар, Ерболат деген, ол да сен сияқты сәлтө тастауға қызығады. Не қылса, оның лақап аты Жетілі біліп қой. Ондай болса менің лақап атым Джеки Чан. Сен кім мазақ қылып тұрсың, а? Мен сен игрушкам ғой міне, а? Сен де мені түсінсе брат. Данияр, короче, сәлтөлеріңнің бірге көрсетші, мен ырза болып көріп жүрейін. Кем қолым ғой, болмайды ғой, мен қайтып барамыз ғой. Не шешесі мойымен запат болма. Жақсы. Қалай екенсің? Плотно түсті. Бауырым, кімсің сені? Не болды саған? Бірден керек болып тұр ма саған? Мә! Мадияр! Данияр! Аяғым! Аяғым жүр, аяғым жүр.
қарсы жүрсін екен жан дауыстары шығып жатыр. Ыңқылдап отыр. Ең бар сені жағаласа. Ярдың жетпесе. Сен ұрып жатыр ғой, несін қарап тұрам ба? Қарап тұрмын ба, әлім жетпесе тұра бермедім ба? Жүр кетік шық. Төлі саласың ба? Не болды? Жанболат ма? Осыдан кейін біз бір бәлелерге тап болдық. Мадияр, қашты. Аян, кеттік Жанболатқа көмектесіп, батсыз кеттік сабайық. Жанболат, тұрсай. Көтер. Жанбо. Жанбо, не болды, Жанбо? Тұрсай, Жанбо. Құтқарыңдар. Мені. Жанбо, тұрсай. Жанбо. Жанбо, не болды, Жанбо? Тұрсай, Жанбо. Құтқарыңдар. Мені. Жанбо, не болды, Жанбо? Тұрсай, Жанбо. Құтқарыңдар. Мені. Жанбо. Не болды, Жанбо? Тұрсай, Жанбо. Аян, ауыздан үрлі. Әкір қайтып барады. Жоқ, кет. Үйдегілер іздеп отыр. Мен ағам іздеп отыр. Тоқта, қашпақ аға. Бергелі Аян. Ай, нем бар еді. Мына каналға түсіп, ендігі түспеген канал болсын. Жанболаттан мынау ағасы келіп жатқан звондайын.
Ассалаумағалейкум. Ерболатты бола ма? Ерболат қазір. Алло. Алло, Ерболат. Екеуміз бір жерде жолығып әңгімелесу керек бір тығыз әңгіме. Екеуміз не үшін? Сол кеси. Жарайды, қай жерде? Керуен сарайдың алдына. Керуен сарай, жарайды, барам. Керуен сарайдың алдына күтем. Әке, мына машинаны тағы да бере тұрасыз ба? Жарайды, кешеңді құрып кетпей бірақ. Жарайды. Ал жен, жүреміз ба? Иә, жүреміз. Алло? Иә? Кім бұл? Не? Кім? Иә. Ерболат? Қазір. Ерболат саған бір досың звондап отыр. Сөйлесесің ба, не қыласың? Жоқ. Мазам жоқ. Дос, қазір оның мазасы болмай тұрады да, кейінде хабарласай. Жарай ма? Кім? Кім? Иә, қазір. Қытайлық досыңыз звондап отыр дейді. Ой. Иә. Досым қалайсың? Мен қазір бір жерге бара жатыр едім. Кейін өзім хабарласам ба? Давай. Не болды саған? Мадияр, не болды саған? Яқын мазасы болыпсың? Оңай дейсің ба? Мына қолмен адам өлтірдім бірінші рет. Оңай дейсің ба? Оған сен кінәлі емессің ғой? Не болса жүр? Көңілін босқа түсірмей-ақ қой. Жай. Данияр, Мадияр ұлдарым, кезінде мен сендерді асырайын деп ұлтпен айналысқам. Мені кешіріңдер, мен түрмеге кетіп барадым. Шымкенттегі нағашыларымның үйлеріне барып, сояққа барып өздерің өмір сүресіңдер. Қош бол, балдарым. Алла жар болсын. Сәлемден әкелердің бір жаны. Өмір деген өтеді замараумен, сағынамыз өзіңді жан әкешім. Тағдырысы осылай болғаныма, сағынумен еске аламыз өзіңді. Данияр, кетті, қашты үйден. Не болды? Әкеміз хат тастап кетті. Не дейді? Хат Қайда? Хат қайда әкесі? Хат аяқты жатыр, қояр, кейін аламыз, кеттік. Кейін, киімдерді ал. Кеттік, шықты үйден. Қашу керек тез үйден. Үйден қашу керек. Неге? Митсалар келеді екен, іздеп келеді екен. Сағынамыз біз сізді, Салма, заттардан кеттік. Естемейсің да, кеттік. айта алмады жан сырымды.
Патшаға бауырлардың қызыған немеренің тәтті Мадияр. Мадияр. Не болды? Не болмаса біз телевизор бір нәрсе алып кетейік та сатамыз ғой. Я дұрыс. Не аламыз үйде? Не зат береміз ал? Телевизор деп тұрмын ғой. Сататын нәрсе жоқ қой біз үйде де. Аха. Баранный шашлик. Шашлик аламыз кәнігі. Шашлик еттен. Свежий шашликтер бар, свежий шашлик. Шашлик аламыз шашлик. Баранный шашлик. Шашлик аламыз кәнігі. Самсаламыз Не болды Рома? Чырна жерге отырайық, әңгіме бар. Короче, брат, әңгіме былай. Айта бер, не дейін? Короче, әңгіме былай да. Алло? Аке. Я. Жо мен жақта бір жолдас балдармен кафеде жүрем, я. Жо бүгін үйге бармайм, мен анау Гүлжан әпшеміне ona салам. Я. Кім? Жанболат. Жанында. Қазір. Мә, Жанболатты сөйлесесің. Жоқ. Досымызды өліп қояды. Әке, ол жаңа дүкенге кетіп еді. Жо, жанында дегенде жанында жүр ғой, я. Ол үйге 3-4 күннен кейін барады. Я, абай боламыз ғой. Жақсы әке, жақсы.
Açık aytsak үлкен шу шығып кетіп жүрмей ма? Тәуекел айтып көрек. Ереке, іздегеннің алдынан іздемей ақ табылар деген. Аныңмен төбелескендер ана жерде тұр. Тоқта. Солар екенін анық сенімсің бе? Иә, сенімдімін. Ендеше ақ қарап тұрыңыз. Кет, қашты. Неғып тұрсыз, ереке? Жеп кетіп қуамыз. Кет. Аяғын сындырды ғой. Көзіңе қараса. Мамадан қара. Көзіңе қарасай, Ей, ана кет, ей. Олар не істеп жүр, а? Құра, драгет. Ешкім қарамайды бар. Ереке, тез қолға саламыз. Сосын қозын сүрет ертеміз. Біз Қатны жастарда, я. Ебу көткен осы заманның балдары. Ей, балдар, кел көмектесеріңдерші. Кел. Рома, сал багаж, көтер аяғын. Көтер аяғыңды.
Рома, ашпа кірді. Жатсың қарасай. Сілімтік. Менің інімді бауырымды өлтірген сен ғой. Сені. Тұре орнынан. Тұре орнынан. Жүр былай. Жүр. Жүр былай. Соси. Тарт қолыңды. Тарт, Рома. Тарт. Жүр. Байласай. Ақырыны. Шашып тастайсың, шашып тастайсың. Зекір. Тарт. Жүр. Оп. Отыр. Мен шашып жібере саламыз. Ты мне как игрушка. Так. Сонымен інімді өлтірген сен ғой. Енді соның кегін қайтарар кез келді. Енді сен бүгін өлмесең де өлімші боласың. Енеңнің өзі кінәлі. Бізге кеп жолықпағанда бұндай жағдай болмас еді. Отыр. Ұста. Мә, телефон жазып бер. Менімде телефон жоқ. Қаламның маған сөз қайтарып тұр. Мә, ұста, Рома. Так. Маған ініңнің нөмірін айтасың. Айт. 8 702 666 92 83. Мә. Мә, ініңе мен жағдайым жақсы деп осы жерге шақырып, ініңді келтіресің осы жерге. Түсіндің бе? Алло, Мадияр. Тез қаш қаладан, тез. Қаш қаладан. Қаш. Алло, Мадияр. Так. Тез айтсай. Мына жерде ағың мен қолымда. Егер Не болды? ағаңды тірі көргің келсе, менің айтқанымды істе. Ағама не болды? Сөзім ұзын, сөздің қысқасы. Ненің қысқасы? Ағаңды тірі көрем десең, мына жерге келіп. Қаматтың ай. Не болды? Сәрі сөшіп қалды деймін. Қап. Сөзіп тұра бергенше. Не болды? Отшы! Өздерің кінәлі. Сендерге ешқашан ұстап шықпайды. Жатым. Ей, ойдың күшігі қара болды. Миыңды шашып жіберем қазір. Так, осындайлар. Сені ма бәлем? Сөйлей берсін. Ерболат, інісін шақырамадық, енді не істейміз? Ол жағын өзім шешем, сен ол жағын уайымдама. Оны мен үйге алып кетем. Үйге апарып террордан. Неге арзалап тұрсың күліп? Бауырым өлмаса. Жүр, алып кет, үйге апарып. Әкеме бір сылтау айттағам. Жүр, былай. Жүр, мынау. Әлді жаны бар ма? Жүр, Қолды Так, Рома, қазір жаныңа бол. Брат, кеттік.
кинодағыдай тірлік жасар десе, кім сенер екен? Жастар неге намаз оқымайды екен? Өмірде бәрі болады екен. Өмір деген үйретеді екен, өз дегенін. Орындала бермейді, көз дегенін. Қиындыққа мойымаймын, сабыр керек. Сонда ғана орындалады екен, өз дегенім. Сабыр төбе сарылсын демекші. Інім қайда жүр екен? Мадиярдың күні не болып жатыр екен? Бірақ мен бәріне де төземін. Себебі өмірге келу бақыт. Мүмкін осы күннің бәрі бақыт шығар. Тек қана жақсылықты Алладан күтем. Алладан. Раббым Аллах, Раббым Аллах, Раббым Аллах. Ерболат, Ебош. Ебош. Ерболат. Ебош. Ерболат. Не болды қарындасым? Жүр кеттік шашеміз. Мен өзім де шай ішуге бара жатқанмын. Ан жақтан несе келдіңіздер? Жай әшейін Ромамен жүргем. Жай айналып жүрген. Бірақ саған айтарым, ол жаққа барушы болма. Неге? Қорқынышты. Онсыз да бармайм. Жүр кеттік шашеміз. Біліп қоймасын. Жарайды. Кеттік. Кім бұл? Не істеп жүрсің мұнда? Қолымды кешірші. Кәне. Кімсің сен? Не істеп жүрсің біздің үйде? Ағаның досым ғой, және ойнап жүріп, мына жерді шешермін емне. Кімсің? Ағаның досым ғой, және ойнап жүргенбіз. Қолыма. Рахмет саған, бірақ та сен ағаңа ештеңе айтпа. Мені көрдің деп айтпа, мақұл ма? Біз әшейін жай не қылып жүргенбіз. Давай жақсы. Қайда барасың? Сен қалартынан. Бірақ мен туралы айтпа, және айтып едім ғой. Қалартынан барға болмайды. Есік ашылған сияқты, жарайды, жақсы, мен кеттім. Ne yaptırsın? Сені сұрамаймын. Ерболат, қайдасың? Шық тез, Ерболат бол. Қаштан о, Ерболат. Білмеймін оны, кім басады? Ерболат. Арқан жіпті ал, қашып кетті. Білмеймін оны, кім басады? Қалай қашып кетті? Тез, давай, тез.
Барышқа. Sabır. Çok olsa yerden var ustayımız. Қалай қашып кетті? Bilmeyim ya. Айт жүр. Ерболат, sabır sakta ертең ұстаймыз. Өз қолыммен әкеп беремін. Әкеп беремін деп жүршіге. Мадияр? Кім бұл? Мадияр? Данияр? Мадияр, қалайсың бауырым? Данияр. Қалайсың? Келдің ба әйтеуір? Келдің ба? Бұл жерде не болсын? Отырғанда мен үйге бармай жатырмын. Үйге барсам милиция. Бұл жерде кет жүр үйге барайын. Милиция тоқта. Үйге барсаң милиция ұстап ала ма деп қорықпағандаймын, бір осы жерде сен күтіп отырмын. Ай. Сен келеді деп. Осы жерде тостым. Ай, қоя бер. Не үйге бара алмаймыз бе енді не? Жоқ, бара алмайсың. Қақтан барасың. Бағанадан бері күтіп отырдым. Сөйлесейін десе сенде сотқы жоқ. Ал мен соткымның батарейкасы сынды. Бағана сенің соткың батарейкасы өліп кетті не? Иә, өліп қалған ғой. Ал сөйлесе алмадым ғой. Іздеп баратын едім ғой, баратын едім. Жақын, қоя бер. Так, не істейміз? Бір план, бір нәрсе құру керек болмайтын. Ай, Не істесек болады? не істемейсің? Қандай ойың бар? Қандай ой? Онда бітеміз ғой деймін. Қайтамыз. Ерболат, не аласың? Бірдеңке Ерболат. тындырсай ойда. Ерболат тындырам мен. Ертең Ерболатты жекпе-жекке шақырайын Ерболатты мен. Кім, Ерболатты ма? Иә, Ерболатты жекпе-жекке шақырайын. Ол келмейді ол. Мен сенімдімін. Ол байдың баласы. Келген күні де Не нағыз болса жігітшеп. не болса байдың баласы? Жігітшеп. Ашуланбашы. Не болды байдың баласы болса? Бәрі бар. Не істейді арман, бәрі бар. Не арман болса бәрі. Бір нәрсе қылып шешеміз ол жағын, қорықпашы. Жарайды. Звондап өзім шақырамын. Звоннан көне ме екен ол? Бәрі көнбейді, қоя берші. Тірліктер ешқайсы алғызбайды. Әкеміз жоқ, шешеміз жоқ. Әкеміз түрмеде. Көнеді, көнбейді. Ешкім жоқ қой бізді. Біз қорғайтын өзіміз қорғаймыз. Бірақ та мен сені қорғаймын. Жарайды, мені қорғайсың. Бірақ алда не болатынын ешқандай алда білмейді, алда не болатынын. Мен де білмеймін, сен де білмейсің. Ал қазір мен не істейтінімді де білмейді. Оның дұрыс, бірақ та. Не істейміз? Кет, ертеңге дайындаламыз ғой деймін. Неге дайындамын? Ерболатпен жекпе-жекке ма? Ол да телефонға звондап бірге келісті. Ал жігітше келісетін болса, онда біздің тірлігіміз аңламасы дей бер. Бәрі жақсы болады. Мен бәріне сенемін. Иманды болу керек, ең басы мен бүгін. Бәрін білдім, бәрін түсіндім. Енді бұдан кейін басып тырысам. Ешқандай бұзық болмаймын. Сен де аман жүр. Айтқаным осы. Кеттік ондай болса. Кеттік. Қалаған жерге. Бір жерге барып дайындаламыз. Ертең сонымен жекпе-жекке шақырамыз, онда сөйлесеміз. Бәрі жақсы болады. Кет жүрміз. Тұрамыз. Кет жүр. Ешқайсы қоя берші. Қаламыз үстіне шығамыз. Кет жүр. Шақырсақ шақырып көрейік. Дұрыс айтасың. Ондай. Енді істейміз. Бұл жағдайды тезірек бітірсек өзімізге де жақсы болады, Мадияр. Мадияр, жүрші мен сен бір. Қоя тұршы. Ақша да қалмады, Мадияр. Ақша жоқ. Қарным ашып кетті. Менің де. Қарсы айтам. Осындай аман. Жүр. Айтпа. Данияр, қандай бәле. Азып
артқа жол жоқ, өткенге өкінбе дейді. Бітті, алдыға түседі. Не істесек болады екен? Жақсы, сондай болса, ертеңгісін ойластырып көреміз. Бауырым, мен сен бір жақсы жерге апарып, екеуміз бір жақсы жерге барып Дайындалайық. ойымдағы таптым ғой. Дайындалсақ дайындалайықшы. Ертеңге маған дайындалу керек, күш жинау керек. Жүр кеттік. Себебім бар ғой. Қандай себеп? Бірден бағана мен сені көрдім ғой каналда қалай төбелескенді. Сен де төбелеседі деп айтады екен ау. Жаным ашып кетті сен бағана таяқ жеп жатқанда. Денис тау ғой, көріп тұрсың сен. Жеңілмайтын білдің. Бұл жерге денесі дәу, күші көп, әлсіз, ондайға қарамайды. Жүр, мен саған қазір үйретейін. Осы жерге дайындалайықшы, жүрші бергеші. Так, бірінші задание. Жүгіре бер. Қойшы, жалқы орап кеткен шығарсың. Мен жарып қоя берші. Жап, болды ғой. Жүр кеттік бұдыршы. Бастайықшы өзі. Так, қазір ажымай істеп ал, кішкен денені қазір. Жат. Қанша рет істейсің ба ажымай? Әлің келгенше істейсің ба? Дұрыстап істемесең азанға дейін істейсің, так что дайындал. Сен айтып жүрші, мен қатты шаршадым. Мен тыңдап кәне жата берейін. Или азанға дейін сандақтап жатасың ба солай, а? Болды, жат. Жарай. Жарайтын несің? Айтсай. Жақты қалды. Сол күні мен бір түс көрдім. Бірақ түсті жаман деп жоруға болмайды. Бірақ кез келген адам баласы алда не болатынын қаншама тырысса да білмеді. Ертесіне далада қонғаннан кейін Данияр
баласы Ерболат жекпе-жекке түсетін болды. Сөйтсек, бай баласы Ерболат жаны сондай төбелеске құмар жігіт екен. Содан мешіттен шыға салысымен екеуміз Ерболаттың жиналатын жеріне бардық. Мен оның достарымен бірге отырдым. Ал ол жоғарыда тамның ішінде Ерболат пен менің ағам жекпе-жекке шығып төбелесті. Бірақ бәрі жамандықпен аяқталатынын сездім. Бірақ кез келген адам алда не болатынын ешқашан білмейді. Ешқашан. Ерболат, мен женсем, сен бізді жайымызға қалдырасың. А егер сен женсең, дегенің болады. Оны әлі уақыт көрсетеді. Апаймен тағы ерексіз қал. Өмір апаймен ерексізінде жүреді ше. Өз ғой? Мен сылтау іздеп. Котик, мына видео Ерболат деген байдың баласы балдардың бәрін жинап ақшасын алып ұрып соғады екен. Бұның түбі жақсын қабырмайды. Мына үйде ма? Иә, мына үйде. Арқан істесен, Рома, егер байласайық қазір. Арқан жүзді байлап қойық, жеңгенін біреу түседі.
Екеуің точно білді. Солай деймін. Мәгір, жүр. Мәгір, сен бана бер. Сен бе? Ағаңның өлігі мұнда. Тоқта. Өлтірем мен сені. Данияр. Ей, ер.
Дұрыс, Данияр. Бұл өтірік. Бұл мүлдем өтірік. Данияр дұрыс. Данияр дұрыс. Данияр дұрыс. Данияр. Жоқ, өтірік. Данияр. Always been alone, but I'm tired of being alone. Someone keeps on driving me, just trying to get back home. Don't want to talk about it, can only do my best. Ереке, Ерболат, дұрыс. Ерболат. Тұрсың ба, тұрса, аяғың қалай, тәуір болды ма? Ерболат. Тұр. Аяғың қалай? Тәуір ма, жағдайың қалай? Анау айтқан мықты деп айта алмаймын. Өзі мықты бала екен. Сен қалай ойлайсың? Мүмкін оныкі дұрыс шығар. Онда артынан бармаймыз ба? Дұрыс. Біз барсақ барамыз. Кеттік. Содан менің ағам Даниярдың өлігін ешкімге көрсетпес үшін сол кірпіш тамды Ерболат ақша жеткендіктен жарып, жоқ қылып күлге айналдырды. Содан милициялар кеп Жанболаттың дене тұлғасын іздеді. Бірақ судан оны таба алмады. Жанболаттың әкесі бізге кешірім берді. Қазір міне Аллаға шүкір, жағдайым жақсы. Былайынша қарасаң, төрт әріптен тұратын сөз. Алайда, осы төрт әріптің астында қаншама ұғым жатыр. Жалпы, өмір деген не өзі? Өмірді қалай түсінуге болады? Мен кейде жалғыз жатып көп ойланам. Көп сұрақтарға жауап іздеймін. Бәлкім, өмір деген түс шығар. Бәлкім, барлығымыз біз қалың ұйқыда ұйықтап жатқан шығармыз. Мүмкін, уақытымыз келіп жеткенде бір керемет әсем жерде оянатын шығармыз. Сол кезде қиналғандарымыз есімізге түсіп, шошып оянғандай болып, сүйміз екен ғой деп, айналамыздағы адамдарға сол кезде барып, сүйіспеншіліктен қарайтын шығармыз. Бірақ өмірді жай түске тегін салуға да болмайтын сияқты. Себебі өмір деген адамға бір-ақ рет беріледі. Оны жаратушы Алла Тағала 18 мың ғаламды жаратты. Онымен қоса жан-жануарларды, өсімдіктерді жаратты. Солардың ішінен сана сезім мен сөйлеу қабілетін беріп, адам баласын ерекше етіп жаратты. Ақ пен қараны ажырату үшін адамға көз берді.
ащы мен тұщыны ажырату үшін адамға тілді берді. Ең бастысы, жақсы мен жаманды ажырату үшін адам баласына жүректі берді. Бізде бәрі бар. Өмір сүру үшін барлық жағдай жасалған. Неге ендеше адам осыдан кейін адамша өмір сүрмейді? Пендеміз ғой. Кейде қу тіршілік деп көп нәрселерді ойдан шығарып, кейде Алланың өзін ұмытып кетіп жүретін жерлеріміз де болады. Біз қиналған кезде ғана Алланы еске алады екенбіз. Мысалға 365 күннің 10 күнін ауырып қалыңызшы. Біреу жағдайыңды сұраса, 10 күн төсек тартып ауырып жаным қиналып қалды дейміз. Ал неге біз сол 365 күннің 325 күнде денім сау болды деп Аллаға шүкіршілік етпейміз? Алланы ұмытуға болмайды. Адам өмірге келгеннен кейін жақсы өмір сүрсем дейді. Бай болсам деп армандайды. Жалпы байлық деген не? Көп адамдар байлықтың не екенін түсіне бермейді. Байлық деген ол. Көп адамдар байлықты атақтан, мал мүлік, дүние жинау деп ойлайды. Алайда байлық деген ол емес. Байлық деген ол атаң мен әжең. Байлық деген ол ұлың мен қызың. Байлық деген ол денсаулық. Ал сіздер білесіздер ме, өмірде қаншама зағип жандар бар. Олардың өмірге деген талпынысын көрсеңіздер ғой, мүлдем өзгеше, мүлдем ерекше. Біздікінен әлде қайда басымырақ. Менің бір байқағаным, олардың бойында ең басты байлық ол имандылық. Әрбір адам өмірге келгеніне қуану керек. Өмірге келгеніне шүкіршілік ету керек. Себебі өмір адамға бір рет беріледі. Оның үстіне өмірге келу ол бақыт. Әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарым дар, бөленіп жатар бақытқа апар. Ей, өмір, әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарым дар, бөленіп жатар бақытқа апар. Күн мен түн таласып жарысқан, жандар көп өмірмен алысқан. Талайдың басынан бақ ұшқан, талайлар өмірде табысқан. Тәтті ғой бұл өмір жағымды, өмірге салып қал жаныңды. Өткенің келмейді өкінсең, өмірден алып қал барыңды. Ей, өмір, әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарым дар, бөленіп жатар бақытқа апар.
вакыт намаз окуп жүрсүңдөр ма? Бауырым, біз ойландық. Іздеп жүрген тірлігіміз төбе жақсылыққа алып бармады. Енді міне бәріміз имандыққа бет бұрғалы жатырмыз. Енді бәріміз бірге дос болайық. Бірлік болмай тірлік болмас деген аға орнына ағам, біз сенімен біргеміз. Алла жар болсын. Мотор. Şarağım atalı söz arlı söz atazanı baylandı tamır jayıttan ballar beyterekке ayналды үш арасым бір атадан жаралған көсіліңгі қазақ дейтін қарорман тегін теккен жеті атадан қайырып үш жұрт болып қайту үшін таралған ар арасым ақиқатта жақ болсын бек арасым бекем сөйлеп бек болсын жан арасым жан жағына сақ болып үш жүзіме үйреліп бақ қонсын ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы шашып таралған көксімгі мен үш қырлы аламын енші ғаламнан жасты тілер тілменен аңды төрер үнменен ақ тілері салтыммен ұя бұзбас қалпымен қазақтың 300 деген баламасы шайқаған бір ананың шаранасы ошақтың үш тағынан дөқ орнаған қайнаған құт қазанда адаласы таң сәрі тау түс ақшам шыр айналған толықсып тұтас тәулік шырайланған қауа қалам найзаны қатар ұстап өзгелердің қарамысын қайтарған ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы аталы сөз арлы сөз ата заңы байланды тамыр жайып таңбалар бәйтерекке айналды салтанатты ғасырдың ұлы жүздің жасымын көк байрақты көтерген ұрпағымын асылдым ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы ұлы жүзім қонарым орта жүзім жараным кіші жүзім қараным айбында алаш орамы